Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәнінен 2-ші сабағын өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен Қазақстан азаматымын». Олай болса сабағымызды бастаймыз. 1-ші тапсырма «Кел сөйлейік». Тірек сөздерді пайдаланып, өзің туралы сынып алдында айтып бер. Балалар, бізге берілген тірек сөздер туған жылым, туған жерім, қызығушылығым, өскенде, жетістіктерім. Ендеше осы сөздерді пайдаланып, өзіміз туралы сөйлеуге дайындалайық. Менің туған жерім Қазақстан. Менің туған жылым 2014 жыл. Менің қызығушылығым өте көп. Мен өскенде мұғалім болғым келеді. Қазіргі таңда жетістіктерім де жоқ емес. 2-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Өтебай Қанахин 1923 жылы дүниеге келіп, 1990 жылы дүниеден озған. Жазушы. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Тәуіп ауылында дүниеге келген. Жазушының Көл жағасында, Ата қоныс, Бақыт бәйшешегі, Маздақ, Дәмелі атты кітаптары жарық көрген. Түсініп оқы, туған жер. Сен әуелі анаңның ақ сүтінен нәр алып, бесікте құндақтаулы жаттың. Сөйтіп жатып, өл дейтініңді шығардың. Сосын отыруды үйрендің. Тұруға да шаман келе бастады. Алақай, міне тәй-тәй басып жүріп те кеттің. Сонда сен алғаш рет табаныңа мамықтай тиген туған жердің қасиетті де құнарлы топырағын бастың. Келер жылы ақ таяқты атқып мініп шапқылай жөнелдің. Сол аяқта сен туған жердің талынан кесіліп алынған болатын. Ағаларыңа немесе ауылыңдағы ересек балаларға еріп, қармақ салмақ болып өзенге бардың. Ол өзенде туған жердің төсінде ағады. Ондағы ақ сазан, ақ балық, алабұға, шортан, тағы да басқа балықтар туған жердің ризығы. Жазда жағалай ауыл қонған көлге барып, талай-талай рахаттана шомылған боларсың. Ол көл де балақай, біліп қой, туған жердің нәрі. Сонда шалқар судың айдынында жұбын жазбай жүзіп жүрген кербез аққуларға көзің түскен болар. Құс төресі сол аққулар да өзің өскен өлкенің көркі. Қаз, үйрек, қасқалдақ, басқа да су құстарының неше түрін көрдің сол көлдің жағасынан. Бұлар да сен туған жерді мекен етеді, өсіп өнеді, өркен жаяды. Ұлан байтақ қазақ даласын түз тағысы киік, тәутеке, арқар, аю, барыс, қабылан сияқты жабайаңдар да қоныс етеді. Туған жеріміз Қазақстанда суы телегей теңізде ұшар басын мәңгі қар басқан зеңгір тауда, көкпек боп бой түзеген орман тоғайда баршылық. Сайып келгенде әрбір адам үшін туған жерден қадірлі, қымбат ештеңе жоқ. Өйткені сен ең алғаш жарық дүниеге келген сәтіңнен бастап, осы өлке саған алтын бесік, атамекен болып саналады. Сенің ғана емес, сенің әкең мен шешеңе, сенен кейінгілерге де қадірлі қоныс қала бермек. Сондықтан туған жерді сырт жаудан қорғап қалу, соған күн ілгері дайын тұру парыз. Мәтіннің авторы Өтебай Қанахин. Балалар, бұл мәтіндегі құндақ деген сөз сәбиді жаялыққа ораған бөлеуі жөргек. Ризық дегеніміз бұйырған нәсіп, ырыс. Сайып келгенде деген сөз нақты айтқанда деген мағынаны береді екен. Балалар, енді осы мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Адамның өмірі туған жерімен қалай байланысты? Балалар, адамның өмірі туған жермен тығыз байланысты. Адамның алғаш рет басқан жері, асыр салып ойнаған өлкесі, тұратын үйі, ауыл аймағы, алғаш көрген жері, ол өзінің туған өлкесі, яғни туған жері. Туған жердің көркіне, байлығына не жатады? 3-ші тапсырма бойынша жауап берейік. Туған жердің көркіне, байлығына, өзен, көл, жазық, дала,
тауы, кең алқап, өсіп тұрған өсімдік, жан-жануарлары, құстар, туған жерді мекендейтін тіршілік иелері жатады. Төртінші тапсырма, мәтіннің үшінші абзацын іштей қайталап оқып, өзің тұрған жермен салыстырып айт. Менің туған жерім Алматы облысы Қойбыш ауылы. Ауылым таудың етегінде орналасқан. Шаған тауының бетінде қыздың суреті бейнелеген. Бұл сурет жаздың күндері ауылымызға ерекше сән беріп тұрады. Менің туған жерімде түрлі өсімдіктер өседі және түрлі аң мен құстар мекендейді. Қыс кезінде шана теуіп ойнайтынымыз да бар. Өз өлкемнің тауы, тасы, топырағы мен үшін қымбат. Ізден. Бесінші тапсырма. Мәтіннен отан сөзімен мәндес сөздер іздеңдер. Балалар, мәтіндегі отан сөзімен мәндес сөздер туған жер, атамекен, өлке деген сөздер. Дәлелде. Мәтіннен үзінді. Туған жеріміз Қазақстанда суы телегей теңізде, ұшар басын мәңгі қар басқан зеңгір тауда, көкпек боп бой түзеген орман тоғайда баршылық. Автордың пікірін мысалдар келтіріп дәлелде дейді. Иә, балалар, Қазақстанда Арал теңізі, Каспий, Алатау және Қайыңды тоғайлы ормандар баршылық, иә? Өзгертіп оқы. Алтыншы тапсырма. Мәтіннің екінші және соңғы абзацын үлгідегідей өзгертіп оқы. Үлгі. Бірінші жақта мен екі шекем торсықтай боп жарық дүниеге келдім. Ата-анамның қуанышында шек жоқ. Екінші жақта сен екі шекең торсықтай болып жарық дүниеге келдің. Ата-анаңның қуанышында шек жоқ. Үшінші жақта ол екі шекесі торсықтай боп жарық дүниеге келді. Ата-анасының қуанышында шек жоқ. Балалар, енді екінші және соңғы абзацтарды үлгідегідей оқиық, иә? Бірінші жақта келер жылы ақ таяқты ат қып мініп шапқылай жөнелдім. Екінші жақта келер жылы ақ таяқты ат қып мініп шапқылай жөнелдің. Үшінші жақта келер жылы ақ таяқты ат қып мініп шапқылай жөнелді болады. Балалар, енді соңғы абзацты үлгідегідей оқиық, иә? Бірінші жақта туған жерді сыртқы жаудан қорғап қалу және соған күнілгері дайын тұру менің парызым. Екінші жақта туған жерді сыртқы жаудан қорғап қалу және соған күнілгері дайын тұру сенің парызың. Үшінші жақта туған жерді сыртқы жаудан қорғап қалу және күнілгері соған дайын болу, бұл оның парызы болады. Түсіндір. Жетінші тапсырма. Азаматтық парыз, міндет туралы соңғы абзацты оқып, түсінгеніңді әңгімеле. Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының парызы және міндеті. Қазақстан Республикасының Конституциясы 36 бап. Жетінші тапсырманың жауабы. Азаматтық парыз әр елдің азаматы орындау керек міндет. Біздің басты парызымыз елімізді қорғау. Себебі отан бізге алтын қоныс, атамекен. Еліміз аман болса, біз де аман боламыз. 8-ші тапсырма. Өзің тұрған жерді сипаттап, біздің ауылға, қалаға келіңдер деген тақырыпта жарнама жасаңдар. Балалар, мінекей біз сіздерге 8-ші тапсырма бойынша ауылға және де қалаға арнап жарнама жасап қойдық. Өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады. Үй жұмысы. Сен өз ауылың, қалаң туралы білесің бе деген тақырыпта викториналық сұрақтар дайындап жаз. Мінекей балалар, біз сіздерге үй жұмысын орындап дайындап көмектестік. Ауылың және де қалаң туралы викториналық сұрақтарды дайындадық. Егер де сіздерге көмегі тиіп жатса қуаныштымыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.